Ассаламу алейкум. Бүгін біз балықтан дәмді котлеттер дайындаймыз және екі құпия ингредиенттермен бөлісеміз. Терең ыдысты алыңыз. Соның ішіне 250 грамм ақ нан саламыз. Үстінен сүт құйыңыз. Оны сумен араластыруға болады. Жұмсартуға қалдырыңыз. Балықты дайындаңыз. Шортан филесін алып, оны кішкене бөліктерге кесіңіз. 1 килограмм филе жеткілікті болады. Ет тартқыштан жіберіп саламыз. Бұдан әрі батонымызды сығып, оны да ет тартқыштан өткіземіз. Содан кейін 180 грамм пиязды да өткіземіз. Әрі қарай тартылған етке 2 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш, 2 шай қасық прованс шөптері және 1 шай қасық қант қосамыз. Қант біздің алғашқы құпия ингредиентіміз. Екінші құпия ингредиент майонез. Ол шырындылық береді. 2 ас қасық қосыңыз. Қолыңызбен жақсылап араластырыңыз. Тартылған ет өте жұмсақ және жабысқақ болады. Сондықтан котлетке қажетті мөлшерді алып, дөңгелек етіп және оны ұнға аунаймыз. Бірден қызған майға саламыз. Орташа отта қуырамыз. Табада итергіштің көмегімен котлеттер жасаймыз. Содан кейін аударып, үстін жабу керек. Дайын болғанға дейін орташа отта қуырамыз. Нәтижесінде котлеттер буға өте жақсы пісіріліп, әдемі қыртысты алады. Сонымен менде 26 дана шырынды котлеттер шықты. Олар құрғақ емес және балықтың жағымсыз иісі жоқ. Менің балаларым балықты қаншалықты жақсы көрмесе де, бірақ оларға өте ұнады. Міндетті түрде пісіріп көріңіз, ұнатасыз деп үміттенемін.